әжесінің бақшасында серуендеп келе жатып, бала қоршаудың жанындағы ескі қара бөшке байқайды. Оның 50 жылдай жерде қаншалықты терең тұрғанын білуге қызығушылық танытты. Ол оған ұзақ уақыт бойы бірнеше рет қарады және қорықпады. Іші қараңғы және салқын, тереңдігіне басың айналады. Ал әжесі оны қара қолдар сүйреп кетуі мүмкін деп қорқытты. Содан кейін олар оны тереңдігін ешкім білмейтін біледі. Бала әрқашан оны айналып өтеді. Күннен күнге қызығушылығы артып, жылдан жылға қызыға бастайды. Бала 15 жылдан кейін өсіп жігіт болады. Әжесі қайтыс болады және үйде 5 жыл бойы ешкім тұрмады. Ал жігіт жылына 3 рет осында келді. Сондықтан олар оны сатпағанша оны алып кетпесін, көміп бетін жауып тастағаны туралы есіне алды. Бақшаға барып қара бөшкені қараса, суы төгіліп, құрғап кетіпті. Енді мен бұл үлкен қара бөшкенің түбін көремін деп ішіне үңіліп қарағанда, сайтан әлі де бар екеніне көз жетті. Сайтаналар, мынау не?